Сондай мен бәшайымнан бастап мынау шауып жатыр дейді ғой, ше. Бөлшектеп келе жатыр дейді. Мына аяғым қарыма дейін келді дейді ше. Бөлшектеп болды да, бұл сенің карта ойнағаныңның ақысы деп айтты дейді ше. Сөйтті де екінші аяғыма кірісті дейді. Шақылдатып қарыма дейін шауып келді де, бұл сенің бәлен істегеннің ақысы деп айтты дейді. Сөйтті де оң қолымды бастады дейді. Мына қолдың ұшынан бастады да иыққа дейін бүйтіп шаппайды, мынадай қылып бөлшектейді. Шашып тастап жатыр дейді да, үсті басым бәрін. Уже мен деген шыңғырып, ешкім жоқ дейді ана жерде. Шыңғырып жатырмын. Сөйтсе, енді бұны түсті маған айтып жатқан себебі ол кісінің. Мен жүр екенмін ана жерде, менің де жүрмейтін жерім жоқ дейді. Демектен не істеп жүргенін түсінде дейсің. Біреудің түсінде нең бар дейсің. Оған айтпайсың, қайта зина істемегенге шүкір деп. Соны айтамын. Мына былай қарай өтіп бара жатса дейді да, маған айтады ұстаз. Сөйтіп мен ана қиналып жәрдем берші деген сияқты не қылдым дейді да. Жаңағыдай белгі бердім дейді да. Маған бір қарадыңыз да бүйтіп ренжіген адамның кейпінде кетіп қалдым дейді да. Значит, айтқанды істемей жүрген. Сөйтіп жатып анау жылай берген ғой, қорқыныш қой енді. Жылап оянып кетсем, жастықтың бәрі шалқып кеткен дейді да. Алла. Мына түс не түс дейді. Бұл түс машалла түс деп жатырмын да. Керемет түс. Бір неңде тірі кезіңде бір ескерту беріп қойып жатыр да.